күн, құрметті қауым. Қонақтар, Түркістанға қош келдіңіздер. Мен сіздерге бір қарапайым сұрақ қойғым келеді. Қоғамды не өзгертеді? Заң ба? Заң ба? Әуелі или технология ма? Менің ойымша, ең маңызды қоғамды өзгертетін адамдар. Ал сол адамдарды тәрбиелейтін әйел. Сондықтан да біз әйел туралы айтқан кезде бір адамның ғана тағдыры туралы емес, біз тұтас қоғамның болашағы туралы айтамыз. Менің аты жөнім Инара Әбдіғаппарқызы Намазбаева. Мен бүгін сіздердің алдарыңызда өзінің жолын ұзақ уақыт іздеген қазақ әйел ретінде тұрмын. Мен бір кезде ғылым жолында болдым, Алматыда тұрдым, университетте сабақ бердім, кандидаттық диссертациямды қорғадым, PhD дәрежесін алдым. Сол кезде мен өмірді теория арқылы түсінемін деп ойлайтынмын. Уақыт өте келе, өмірдің ең үлкен сабақтары аудиторияда емес екенін түсіндім. Өмірдің ең үлкен сабақтары адамдардың арасында беріледі екен. 2010 жылы туған жерім Түркістанға оралдым. Мені әкем шақырды. Ол Қуаныш базарының негізін қалаушы. Сол кезде алғаш рет басшылықтың шын мағынасын түсіндім. Басшылық деген кабинетте отырып бұйрық беру емес, басшылық деген адамдардың тағдырына жауап беру. Бүгінде біздің базарда 2000-ға жуық кәсіпкерлер жұмыс істейді. Ал олардың артында мыңдаған отбасы тұр. Отбасының ұйытқысы әйел. Әйелдің күші тұрақтылықта, сенімде, жауапкершілікте. Айтыңыздаршы, біз қыз баланы кішкентайынан қалай тәрбиелейміз? Көп көзге түспе, қатты сөйлеме, өзіңді көп көрсете берме, көп күлме, таныспа. Мен өзімде солай осы сөздерді естіп өстім. Басында мен мұны тәрбие деп ойладым. Кейін уақыт өте түсіндім. Бұл тәрбие ғана емес, бұл тарихтан қалған қорқыныш. Бір кезде адамдарға көзге түсу қауіпті болды. Ерекше болу қауіпті болды. Өз пікірін айту қауіпті болды. Сол кезде адамдар өз балаларын сақтағысы келді. Тыныш жүр деп айтты. Бұл сол заманның қорғанысы еді. Ал бүгін заман өзгерді. Бірақ қорқыныштың тілі өзгермеді. Сондықтан бүгін көп қыздар, әйелдер өзін өмірін кішірейтіп өмір сүріп жатыр. Ішінде бір дауыс бар. Тым қатты көрініп кетпе. Маған да бұл дауыс өте таныс. Мен бұл дауысты жақсы танимын. Өйткені кезінде мен де өмірімді кішірейтіп өмір сүрдім. Кейде адамды қоғам емес, заң емес, тіпті отбасы емес, қарапайым сөздер шектейді. Мысалы, біз бала кезімізден естіп өскен мақал-мәтелдер. Біз қазақта қыз төрдің көркі дейміз. Ал сонымен бірге алтын басты әйелден бақа басты еркек артық деген сөз де бар. Сонда қалай? Біз бір жағынан қызды көтермелейміз, құрметтейміз, ал екінші жағынан оның орнын кішірейтеміз. Немесе тағы бір сөз бар. Таудай талап бергенше, бармақтай бақ берсін. Бұл сөздердің түбінде тарихтың ізі жатыр, қиын замандар жатыр. Аман қалуға ұмтылыс жатыр. Ол сол дәуірдің жауабы еді. Бірақ мақал-мәтел ол мәңгі ақиқат емес. Ал қазіргі дәуір басқа. Бүгін бізге үлкен арманынан қорқпайтын емес, өзіне
өзінің жолын ашатын адамдар керек. Алла таудай талапты да, таудай бақты да бере алады. Бірін ғана таңда деп емес, екеуін бірдей бере алады. Тек біз ол үшін өзімізді кішірейтуді тоқтатуымыз керек. Мен студент кезімнен шетелде оқуды армандадым. Ол 90-шы жылдар еді. Қазақ қоғамында қыз баланың шетелге кетуі бір батыл болып саналатын. Ол кезде көп адам алысқа кетпе, тұрмысқа шық, осы жерде оқы деп көп айтатын. Мен де дәл сол ортада өстім. Арманым арман болып қалып кетті. Кейін тұрмысқа шықтым, Алматыға көшіп кеттім, ғылыммен айналыстым, жұмыс істедім. Бірақ ішімдегі арманым өлмеді. Мен әлемді көргім келді, үйренгім келді, өзімді кеңейткім келді. Солай түрлі халықаралық бағдарламалар, конкурстарға қатыса бастадым. 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 4-еуінде де өтпедім. Ал 5-ші рет мен жеңдім. 2003 жылы Ұлыбританияға 3 айға ғылыми тәжірибе жолдамасын ұтып алдым. Бұл менің көп жылдық арманым еді. Дәл сол кезде Рейдинг университетіне баратын болдым, дайындалып. Дәл сол кезде 2-ші балама жүкті екенімді білдім. Көп адам маған барма, қауіпті, баланы ойла деді. Шынымды айтсам, өзімде ішімнен қорқыныш болды. Бөтен ел, ұзақ сапар, денсаулықта мәселелер болды. Кәдімгідей қорықтым. Бірақ басқа нәрседен мен көбірек қорықтым. Өз арманымды сатып кетуден. Сол кезде әкем маған бір сөз айтты. Қандай шешім қабылдасаң да, барамын десең де, қаламын десең де, мен сені қолдаймын. Бірақ шешімді өзің қабылда. Кейде адамға үлкен еркіндік беретін нәрсе сенім. Мен баруды таңдадым. Ғылыми тәжірибемді аяқтап, Қазақстанға 2 апта ерте оралдым. Ал 2 апта өткеннен кейін дүниеге ұлымды әкелдім. Сол кезде кейде өмірде бір ғана батыл шешім адамның бүкіл тағдырын өзгертуі мүмкін. Кезінде Түркістанда өскен қазақ қызы үшін шетелде оқу бір қол жетпес арман сияқты болатын. Ал кейін өмір мені Жапонияға, Америка құрама штаттарына, Батыс Еуропаның бүкіл елдеріне алып барады деп мен ол кезде елестете алмадым. Мен бұл сапарларда халықаралық саммиттерге қатыстым. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген әйелдермен сөйлестім. Сонда мені бір нәрсе таңғалдырды. Тілдер әртүрлі, мәдениеттер әртүрлі. Бірақ ішкі қорқыныш бәрімізде бірдей. Көп әйел әлі де мен дайын емеспін, мен лайық емеспін деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде әлемге дәл осы әйелдердің дауыстары жетіспейді. Мықты әйелдер бір-біріне ұқсайды. Олар өзін дәлелдеп өмір сүрмейді, олар нәтижемен өмір сүреді. Нағыз көшбасшы әйел ол айқайламайды, ол орта қалыптастырады, ол мүмкіндік береді, сенім тудырады. Батылдық деген қорықпау емес, батылдық деген қорқып тұрсаңда бәрібір қадам жасау. 95-ші жылы әлемде әйел кәсіпкерлердің үлесі 19% болатын. Бүгін 34%. Ал Қазақстанда 50-ден астам. Біз әлемдік статистикадан жоғары тұрмыз. Бұл нені білдіреді? Бұл біздің әйелдердің күтпей, қорықпай әрекет еткенін көрсетеді. Олар
отбасында ұстап отыр, ортаны да қалыптастырып отыр, балаларын да тәрбиелеп отыр, қоғамды өзгертіп отыр. Отбасында ата-анасы сенім берген қыз, ол батылды болады. Қоғам қолдаған қыз ешқашан өзін кішірейтпейді. Жуырда маған құрмет ордені табысталды. Мен сол кезде өзім туралы емес, менің алдымда маған дейін жол ашқан әйелдер туралы ойладым. Бәлкім олар сахнада тұрып сөйлемеген шығар. Бәлкім олар туралы кітап жазылмаған шығар. Бірақ алайда олар отбасын сақтады, балаларын өсірді, сынбады, берілмеді. Бүгін мен біздің жастарға қарап қуанамын. Олар ел не дейді деп емес, мен қалай пайдалы бола аламын деп ойлайды. Бұл жаңа дәуірдің белгісі. Менің ойым, әсіресе қазір қыздарға, әйелдерге, егер ішіңізден тым қатты көрініп кетпе, өзіңді кішірейт, биікке шықпа деген дауысты естісеңіз, тоқтаңыз. Біліңіз, ол сіздің даусыңыз емес. Ол ескі қорқыныштың жаңғырығы. Ал бүгінгі дәуірдің дауысы басқаша. Өз, үйрен, әрекет ет, пайдалы бол. Сондықтан бүгінгі қоғамға бізге өз армандарына жететін, жасырынатын адамдар емес, өзіне жауапкершілік алатын адамдар керек. Өз даусынан қорқпайтын әйелдер, өз армандарынан бас тартпайтын қыздар керек. Себебі жасырылып өмір сүретін уақыт өтті. Көрінбейтін дәуір аяқталды. Назарларыңызға рахмет.